Табысты адамдардың өмір жолына үңілетін болсақ, табандылық пен ерік-жігердің көрінісін байқар едік. Оларда жетістікке жетелейтін қандай ережелер? Назарларыңызға танымал 10 кәсіпкердің өмірлік қағидаларын ұсынамыз. Ричард Брэнсон: қандай жағдай болса да жеңілмеңіз. Жеңілмеу үшін барыңызды салып, соңғы үмітіңіз үзілгенше күресіңіз. Тек сондай жағдайда ғана жеңіліс тапсаңыз, өкініш өзегіңізді өртемейді. Неге байқап көрмедім деген сан ойлармен алыспайсыз. Өйткені сіз қолдан келердің барлығын жасадыңыз. Күшіңізді жинап, қателіктеріңізді сараптап, қайта тұруға хақыңыз бар. Пьер Омегер: бұл сенің қолынан келмейді дегендерге сенбеңіз. Бір істі бастар болсаңыз, міндетті түрде осы сарынды сыни пікірлерді естуге дайын болыңыз. Мұндай пікірді қолынан іс келмейтіндер айтады. Мен өз жолымда қолыңнан келмейді дегендерге сенген жоқпын. Нәтижесінде толағай табыстарға жеттім. Марк Кубан: еңбекпен ғана жетістікке жете аласыз. Табысқа жету үшін құр босқа қиял аздық етеді. Ол үшін еңбектену керек. Еңбек арқылы ғана жетістігіңізді еселей аласыз. Барлық сәтсіздіктерге қарамастан мен жұмыс істеуді жалғастырдым. Өзгелерден көп жұмыс істедім. Еңбекпен жеткен жетістік табысқа жетелейтініне көзім анық жетті. Джерри Вайнтрауп: жоқ деген сөзді естіп көрген жоқпын. Қандай жағдай болмасын, оны өз пайдама шешуді ойлаймын. Сол себепті мен жоқ деген сөзді естіп көрген емеспін. Егер жоқ десе, әлі де мүмкіндік бар деп ойлаймын. Ал ол мүмкіндікті мен сенімді түрде айтылған «иә» деген жауапқа айналдырамын. Оған қол жеткізбейінше берілмеймін. Марғұлан Сейсенбай: амалын жасасаңыз, күмәніңіз азаяды. Күмән мен қорқыныш амалдан қашады. Егер сіз тек біліміңізді көбейтіп, жаңа кітаптар оқып, мотивациялық тренерлерге барып жүре берсеңіз, онда қорқыныш пен күмән өсе береді. Сондықтан біліммен қатар бірдеңе істеуді де қолға алыңыз. Сонда ғана қорқыныштан арыласыз. Майкл Делл: бастысы идеяны жүзеге асырыңыз. Адал ақша табудың сан мың жолы бар. Тек ол үшін аздап ақылыңызды іске қосыңыз. Күн сайын ойыңызға келген идеяны дұрыс жүзеге асыра білсеңіз, табыстың кілті уысыңызда болады. Джефф Безос: бар күшіңізді жұмсаңыз. Мен өзімнің уақытымды, энергиямды, талпынысымды, ақшамды жақсы өнім шығаруға, қызмет көрсетуге пайдаланамын. Менің ойымша, сіз ұсынған өнім шын мәнінде қажетті және сапалы болса, тұтынушылардың да саны артады. Тек аздап шыдамдылық таныту керек. Илон Маск: жоғары деңгейді ғана мойындаңыз. Әрдайым сапалы өнім шығаруға тырысамын. Сіздің салаңызда дәл сіз сияқты өнім шығаратындар көп болса да, сіз бірінші болуыңыз керек. Ол міндетті. Бір сәтке болса да өзіңізді сатып алушының орнына қойып көріңіз. Сіз ұсынған өнім шынымен де керек пе? Несімен пайдалы? Неге дәл сізден алу керек? Нақты жауабын білген кезде іске кірісіңіз. Мойындайықшы, кәсіпкерлердің көбі өнімдерін 100% керемет етіп ұсынбайды. Орта деңгей деген болмау керек. Ол өте жоғары деңгейден көрінуі тиіс. Стив Возняк: көп жыл бойы рахаттанып жұмыс істедім. Бірден мол табысқа, сарқылмайтын сәттілікке кенелемін деп ойламаңыз. Мен көп жылдар бойы рахаттанып жұмыс істедім. Бұл жерде рахаттанып деген сөзге ерекше мән беріңіз. Өйткені сізді бақытты ететін жұмыс өзгелерге де бақыт сыйлайды. Мен қандай да бір өнімді жасасам, ол ең алдымен өзіме ұнауы керек. Говард Шульц: мүмкіндіктер шексіз. Егер 20 жылдан кейін өмір сүру үшін амалсыз жұмысқа баратын, ашуланшақ, тірлікке икемі жоқ адам болғыңыз келмесе, ешкімді тыңдамаңыз. Өзіңіз қалайтын дүниені жасаңыз. Бұл өмірде мүмкін емес ештеңе жоқ. Өйткені мүмкіндіктер шексіз. Адамның өмір сүру уақытынан өзгенің барлығы шексіз. Бүгіндікке осы. Пікір қалдырып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз.